Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өте дәмді болып шығатын борщтың рецептісімен бөлісетін боламын. Өзіміз ең сүйіп жейтін тағамдардың бір түрі. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бұл тамақты жасаған кезде көбісі етті асып алады. Мен бұл жерде аспаймын, қуырып алатын боламын. Етті осылай ұсақтап турап, қызып тұрған майға жақсылап қуырып аламын. Етіміз қуырылып жатқан уақытта көкөністерімізді турап аламыз. Біз оған жуа, картоп, сәбіз, қызылша және капуста қосамыз. Ең алдымен жуамызды турап аламыз. Енді сәбізіміз бен қызылшамызды үккіштен өткізіп аламыз. Бұл үккіштен өткізу міндетті емес, және пышақпен турап алсаңыздар да болады. Енді жақсылап қуырылған етіміздің үстіне жуамызды салып, тағы да бір қайтара қуырып алатын боламыз. Енді жаңағы капустамызды ұсақтап турап аламыз. Бұл жерде көкөністердің турауына да байланысты, тамақтың дәмділігі де соған байланысты болады. Енді сәбізімізбен жаңа қызылшамызды салып, бұларды да жақсылап қуырып аламыз. Жұмсарғанға дейін жақсылап қуырып алатын боламыз. Бетін жауып, орташа отта 10 минутқа қалдырамыз. 10 минут қуырылғаннан кейін үстіне капустамызды салып, үстіне дәміне қарай тұз және дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Мен кориандр қостым, тамаққа ерекше дәм беріп тұрады. Енді үстіне керегінше су құйып, қайнағанша қалдыратын боламыз. Міне бір қайнады, енді бір қайнап алғаннан кейін үстіне картопымызды салып, орташа отқа жарты сағатқа қалдырамыз. Міне осымен біздің тамағымыз дайын болды. Өте дәмді болып шыққан. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.